Қазақ халқының салт дәстүрлері мен діннің арасындағы байланыс туралы айтатын болсақ, біздің қазақ халқы әрине негізі бұрыннан бері өте дана, ақыл ойшыл халық болған. Және дінмен қатысын қарайтын болсақ, біздің халық, біздің оқу ағартушыларымыз, біздің алаш зиялылары, сондай діндар адамдар болған, барлығы медресе оқып, сол діни білімді үйренген. Сонымен қоса, егер салт дәстүрмен дінімізді салыстыратын болсақ, яғни байланыстыратын тұстарын қарайтын болсақ, біздің негізі көптеген ғұлама ғалымдар бұл мәселе бойынша айтқан. Өйткені кез келген халықта, кез келген мемлекеттің өзінің салт дәстүр, әдет ғұрыптары болады. Сонымен қоса, әрбір халық осы салт дәстүрді ұстанғаннан кейін, жалпы осы мәселеде ғұлама ғалымыз айтып кеткен, егер де ұстанып жүрген салт дәстүр, әдет ғұрыптарымыз дінге қайшы болмаса, яғни оны ұстануға болатын деген айтып кеткен. Яғни біздің қазақ халқымыздың қазір ұстанып жүрген салт дәстүр, әдет ғұрыптарымыздың көбісі мысалға дінмен ұштасып байланысқандығын да көріп жатамыз. Осыған байланысты әрине енді қазіргі таңда кейбір сондай бауырларымыз дінді теріс түсінген себепті біздің салт дәстүр, әдет ғұрыптарымызды, осы мәселелерді кейде жоққа шығарып жатқандығын да байқап жатамыз. Әрине бұл біріншіден діни білімсіздіктің кесірі арқасынан болып та табылады. Егер де адам баласы осы мәселені жақсылап зерттесе, жалпы Қазақстан тарихын оқып көретін болса, біздің халқымыздың қандай діндар болғандығын және сонымен қоса әдет ғұрып салт дәстүрімізді бұрыннан бері ұштастырғандығын байқауға болады. Негізі кез келген мемлекет ол дінмен өте тығыз байланысты болады.